Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының мал шаруашылығы туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Мал шаруашылығы. Қазақтардың негізгі шаруашылық кәсібі мал өсіру болды. Олар көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтын ұстанды. Қазақтардың көші-қонының қашықтығы әр түрлі болып келетін. Жаңа қонысқа көшуден бұрын ауылдың тәжірибелі адамдары жер шолып, малға жайлы жайылым іздестіретін. Онда жерінің шөбі шүйгін, міндетті түрде су көзінің болуы қарастырылды. Аталас туыстар әдетте белгілі бағытта бірлесіп көшетін. Қыс кезінде үйір-үйір жылқылар ашық далада қарды тұяғымен аршып тебіндеп жайылатын. Жылқы тебіндеп жайылған соң ол жерлерге мүйізді ірі қара, түйе және уақ мал жіберілетін. Мал басы көшпелі қазақтарды ішіп-жем, тағаммен қамтамасыз етті. Қой мен құлын, ешкінің еленген терісі түрлі сырт киімдер мен аяқ киім тігуге пайдаланылды. Қойдың және түйенің жүннен киіз басылды, жіп иіріліп шекпен тігілді, арқан жіп есілді, баушулар жасалды, кілем тоқылды. Ешкінің түбіті әдемі де жылы шәлілер тоқуға пайдаланылды. Малшылар серкенің, өгіз бен жылқының терісінен құдықтан су тартатын ыдыс, қауғалар, қымыз ашытатын сабалар мен сусын құятын торсықтар жасады. Қазақтар малдың тезегін отын ретінде пайдаланды. Көшпелі қазақтардың өсіретін малының негізгі түрлері қой, ешкі, жылқы мен түйе болды. 18 ғасырдың екінші жартысынан бастап қазақтарда сиыр өсіру де елеулі түрде дами бастады. Жазғы жайлаудан қайтқан қазақтар әдетте қураған күзгі шөпке өрт қоятын. Кейде мұндай өрт ерте көктемде де қойыла беретін. Далалықтардың пікірі бойынша ондай өртенді жерде көктем кезінде шөп қалың шығады. Оны жеген мал тез қоңданып семіреді, салмағын арттырады. Рас, ондай өрттердің бой бермей кетуі салдарынан әсіресе желді күндері талай ауыл қысқа дайындап қойған мая-мая пішендер өртеніп кететін. Күзде және көктемде ондай өрттердің болуына жол бермеу үшін қазақтар қыстаулардың төңірегіндегі қураған шөптерді күзге қарай өртейтін болды. Қазақтар үшін ең ауыр кез жұт жылдары болды. Кейде көктайғақ мұздардың немесе шөп шықпай қалудың салдарынан бүкіл мал қырылып қалатын. Өйткені мал көкпеңбек болып қатып қалған қалың мұздың қабатын бұзып шөп жей алмайтын. Ондай жұт кезінде мал мың-мыңдап қырылатын. Ең сұрапыл апатты жұт 1880 жылы болды. Сол жылы тек Торғай облысында ғана 1,5 миллионнан астам мал аштан қырылды. Қазақтардың байқауынша мұндай ауыр жұттар әрбір 10-12 жылда бір рет қайталанатын қоян жылына сәйкес келеді. Ондай жұттардан аман қалу үшін қазақтар шекара шебіндегі казактар мен орыс шаруаларына жақын келіп қонуға тырысатын. Станицалар мен деревня тұрғындарынан пішен мен сабан сатып алатын. Жұттан кейін күйзеліп қайыршыланған қазақ шаруашылықтары ендігі жерде егіншілікпен айналысуға мәжбүр болды. Қой негізінен ет жүн бағытындағы және биязы, жартылай биязы, жүн бағытындағы қойлар болып екіге бөлінеді. Ет жүн бағытындағы қой шаруашылығы ылғалы жеткілікті және климаты біршама жұмсақ аудандарда, ал биязы, жүнді қой шаруашылығы неғұрлым құрғақ аудандарда таралған. Нақтырақ айтқанда, ет жүн бағытындағы қой шаруашылығы солтүстік және оңтүстік Американың, Аустралия мен оңтүстік Еуропаның, орталық және Орта Азияның, оңтүстік Африканың қоңыржай және субтропиктік белдеулерінің құрғақ аудандарында жақсы дамыған. Қой сүтқоректілердің жұптияқтылар отрядының күйіс қайыратындар тобына жатады. Қой мен ешкілерді ұқсастық белгілеріне сәйкес бір топқа біріктіреді. Екеуін төрт түліктің бірі деп есептейді. Қой бұдан 10-11 мың жыл, ешкі 11-12 мың жыл бұрын қолға үйретілген. Қойдың жабайы арғы тегі жабайы қой муфлон және арқар таулы алқаптарда таралған. Қойдың алғаш қолға үйретілген орталықтарын жерорта теңізінің маңы, Орта Азия, Қазақстан, Орталық Азия, Оңтүстік Африка. Мал шаруашылығының басты саласының бірі қой шаруашылығы.
Қойдан күнделікті тұрмысқа қажетті жүн, тері, елтірі және тағамдық өнімдер, ет, май, сүт алынады. Қой өсіру адамзат тарихында неолит дәуірінен басталады. Қола дәуірінде Орталық Азия тайпалары қылшық жүнді қой өсірген. Биязы және биязылау жүнді қой тұқымдары осы кезеңде Кіші Азияда шығып, дүние жүзіне тараған. Қой өсіру қазақ халқының ата кәсібінің бірі болып табылады. Төрт түлік малдың ішінде жылқы мен қойға ерекше мән берген қазақ халқы қой жаюдың, оны көбейту мен тұқымын асылдандырудың өзіндік әдіс тәсілдерін қалыптастырған. Мал шаруашылығына қолайлы табиғи ортаның мол болуы, соған орай қыстау, көктеу, жайлау, күзеумен байланысты көшпелі өмір салтының орнығуы қазақ халқының дәстүрлі қой шаруашылығын берік қалыптастырғандығының айғағы. Қазақстанда негізінен қылшық жүнді қазақы қой өсірілді. 19 ғасырдың соңына қарай Ақмола, Семей, кейінірек Торғай және Жетісу өңіріне орыс шаруалары меринос қой тұқымдарын ала келді. 1913 жылы қазіргі Қазақстан жерінде 19 миллиондай уақ мал болды. Азамат соғысы жылдары өзге түліктермен бірге қой саны да барынша азайып, 1920 жылы 8 миллион елдегі мал шаруашылығына үлкен нұқсан келтірілді. Кеңес өкіметінің жаңа экономикалық саясатына байланысты 1928 жылға дейін дәстүрлі мал шаруашылығының ерекшеліктері ішінара сақталып қалды. Сол жылғы үкімет қаулысынан кейін елдегі ірі байларды жаппай кәмпескелеудің соңы мал шаруашылығын, соның ішінде қой шаруашылығын да қатты күйзеліске ұшыратып, 1930 пен 1932 жылдардағы ашаршылыққа алып келді. 1936 жылы республикада небәрі 4 миллиондай қой қалды. Күштеп ұжымдастыру науқанынан кейін қазақ халқының дәстүрлі қой шаруашылығының қарқынды дамуына тежеу салынып, 1928 пен 1986 жылға дейінгі аралықта қой шаруашылығының кеңестік жүйесі қалыптасып дамыды. Қой тұқымдарының сонымен қатар сапасында көтеру шараларының нәтижесінде 1960 жылы республикадағы барлық қойдың 84,6%, 1974 жылы 99,9%, 1980 жылы 100% асыл тұқымды мал тобына жатқызылды. Сондай-ақ 1966 мен 1970 жылы уақ малдан алынатын ет өнімдері орта есеппен 471 мың тонна 1980 жетті. Қойдың мол өнімді жаңа тұқымдары қазақтың биязы жүнді қойы, қазақтың арқар мериносы, солтүстік қазақ мериносы, қазақтың оңтүстік мериносы, дегерес қойы, тағы да басқа шығарылды. 1984 жылдың басында Қазақстанда 36.567 барлық шаруашылық түрлерінде қой болды. Сол жылдары қой саны жағынан Қазақстан КСР бойынша екінші орын, Ресейден кейін Қаракөл елтірісін дайындау жағынан бірінші орын алды. Қой шаруашылығы әсіресе оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, Семей, Жамбыл, Алматы облыстарында қарқынды дамыды. Жаңа тұқым шығару мақсатында Қазақстандағы таңдаулы қой тұқымдар мен шетелдік тұқымдар Австралия мериносы, Австралия корейделі, Линкольн қойы, Ромни марш қойлары, тағы да басқа қойлар пайдаланылды. Қазақстанда қой шаруашылығының дамуында негізгі 3 бағыт айқындалды. Олар елдің табиғи климаты, жем-шөп, жайылым жағдайы, қойдың биологиялық ерекшеліктері, тағы басқа жайттарға байланысты жөнқібілді. Мұнда биязы және биязылау жүнді қой тұқымдары барлық қойдың 65% өсірілді, 2 шөл және шөлейді. Бұл жерлерде негізінен етті майлы, ұяң не қылшық жүнді қойлар, барлық қойдың 16% шоғырланды. 3 қаракөл қойлары өсірілетін оңтүстік және батыс аймақтар. 1990 жылдың басында елімізде 1250, соның ішінде 702 арнайы мамандандырылған ірі қой шаруашылықтары болды. Алайда экономиканың өзге салалары секілді қой шаруашылығы да кеңестік науқаншылдыққа ұрынып, қой санын 50 миллионға жеткізу туралы елдің нақтылы мүмкіндіктеріне сай келмейтін қисынсыз жоспарлар жасалынды. Жоспарды орындау мақсатында қойды қолдан жасанды ұрықтандыру тәсілі кең етек жайып, асыл тұқымды қойлардың азып тозуы мен миллиондаған елтірінің шын мәнінде жарамсыз қалуына, кеңестік жалған ақпардың белең алуына алып келді.
Мал өнімдерін өңдеу, жаңа технологияларды игеру, тағы да басқа мәселелер кенже қалды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы жылдардағы экономикалық дағдарыстар мен қой шаруашылығындағы кейбір сәтсіз реформалар нәтижесінде қой шаруашылығы елеулі түрде құлдырады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 12,3 мың уақ мал бар, 2004 жылғы есеп бойынша. Оның негізгі бөлігі жеке меншік иелікте өсіріледі. Республикада қой шаруашылығы саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстарымен Қазақ Қаракөл шаруашылығы ғылыми зерттеу институты, Қазақ қой шаруашылығы технологиялық ғылыми зерттеу институты, Қазақ ветеринария ғылыми зерттеу институты, тағы да басқа мекемелер айналысады. Ертеден тараған қойдың қолтұқымдары етті майлы бағытта өсірілген. Тарихи деректер бойынша Қазақстанның әрбір табиғи аймақтарына бейімделіп қолтұқымдар өсірілген. Халықтық сұрыптау арқылы шығарылған қолтұқымдарға Еділбай, Баданалы, Ырғыз, Сарысу, Қарқаралы қойлары жатады. Еділбай қойы Бөкей ордасында өсірілген. Денесі ірі және салмақты. Жетісу мен Шу өңірінде кепен құйрықты қоңыр қой өсірілді. Әрбір аймақтық табиғи жағдайына бейімделген қолтұқымдарын халық ғасырлар бойы іріктеп сақтап отырған. Монғолиядағы Баян-Өлгей аймағында 6 ғасырдан әйгілі болған қолтұқым қазақы қызыл қойы. Ол басқа мал шыдамайтын қыстың қатаң аязына бейімделген. Оны жергілікті халық өте жоғары бағалап, әлі күнге дейін сақтап өсіріп келеді. Халқымыздың тұрмыс тіршілігі күнкөріс көзі қой шаруашылығымен тікелей тамырласып жатыр. Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл көсір деген сөздерде терең ұғым бар. Көшпелі қазақ үшін қой киелі түліктің бірі. Оның бірі Шопан ата, кейде Қошқар ата деп аталады. Сондықтан Шопан атадан тілеу тілегенде малды берсең, қойды бер деп өтінген. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық оң саулық дегенді айтқан да біздің бабаларымыз ғой.